2025 жылдың наурыз айынан бастап Қазақстанда жаңа бағдарлама іске қосылды. Келешек білім беру жүйесі. Бұл баланың жоғары біліміне қаржы жинауға арналған ұлттық жоба. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы бағдарлама туралы заңға 2025 жылдың 10 қаңтарында қол қойған. Бағдарламаға баласының Қазақстанда немесе шетелде оқуына қаржы жинағысы келетін кез келген ата-ана қатыса алады. Жүйеге қатысу ерікті, бірақ оның артықшылығы өте зор. Мемлекет пен жеке қаржы ұйымдары бірігіп, білім алу қорын қауіпсіз әрі табысты етуге жағдай жасайды. Осы бастаманың негізгі серіктестерінің бірі бұл Nomad Life. Компания келешек бағдарламасын өз өнімдерімен біріктіріп, ата-аналарға баланың болашағына жинақ жасау мүмкіндігін ұсынады.